Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сізге өте дәмді, осылай әдемі болып көтеріліп пісетін пирожкилер дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге жылы су қажет. Суымызға тұзымызды салып, жақсылап ертіп алатын боламыз. Содан соң дрожжымызды салып, араластырып алатын боламыз. Дрожж толықтай еруі қажет. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне қалдырамын. Ұнымызды илектен өткізіп, қамыр илейтін боламыз. Тым қатты емес, жұмсақ қылып илейміз. Содан соң картопымызды суға пісіріп, осылай езіп аласыздар. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш қоссаңыздар болады. Біздің қамырымыз 1 сағаттан кейін ашыды. Осылай кішкене пісте майымызды құйып, ұнсыз осылай қолмен жайып алатын боламыз. Сонда қамырымыз жақсы көтеріліп, жұмсақ болады. Жақсылап бекітіп, осылай түйіп алатын боламыз. Алдын ала табамызды қыздырып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Барлығын осылай түйіп шығатын боламыз. Өте әдемі болып шықты. Қызып тұрған майда орташа отта пісіреміз. Сонда арасы толықтай пісіп, шикі болмай шығады. Осылай пісіретін боламыз. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Екінші бетіне аударып, қызартып пісіріп аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Күнделікті жаңа рецептер шығаратын боламын. Баршаларыңызға ас болсын. Біздің пирожкилеріміз өте керемет болып шықты.